Сені ешкім ренжітпесін десең, өзің де ешкімді ренжітпе. Балаңды тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле. Ол бәрібір сенен көргенін жасайды. Ештеңеден қорықпай баста. Жолға шық, әрі қарай жол өзі жетелейді. Тірнектеп жүріп іс қылған жарлыны жарлы демеңіз. Жарлы байға тең келіп, жайлауға көшпес демеңіз. Егер сіздің өзгеге деген ашу мен ызаңыз, қызғаныш пен ренішіңіз болса, біліп қойыңыз, оның зиянын тек өзіңіз ғана көресіз. Кейде адамдығыңды сақтап қалу үшін қатты қалаған нәрсеңнен бас тартуыңа тура келеді. Жылына бір мәрте әлі барып көрмеген жаңа жерлерге барып көріңіз. Егер Құдай сені бақытты еткісі келсе, қиын жолдармен жүргізеді. Себебі бақытқа оңай жету мүмкін емес. Жеңілістерден қорықпаңыз. Жеңілсеңіз де жинаған тәжірибеден айырылып қалмайсыз. Біліміңізбен бөлісіңіз. Бұл өлместікке жетудің бір жолы. Егер алдыңызда тұрған мәселе шешілетін болса, сары уайымға салынбаңыз. Кейде оңаша қалып, өзіңізді тыңдап көріңіз. Екі адам бір терезеден екі түрлі нәрсе көріпті. Бірі жаңбырмен кірді, екіншісі көктем мен сұлулықты, көк аспан мен жылулықты. Ұмытпаңыз, сіздің қалаған нәрсеңіз әрдайым қажет бола бермейді. Сіз сізді сүйетін орта өміріңізді мағыналы өткізуге көмектеседі. Құрағаннан гөрі бұзған, кешіргеннен гөрі ренжіткен, сенгеннен гөрі өтірік айта салған, жақсы көргеннен мән бермеген үнемі жеңіл көрінеді. Бұл өмірдің қожайыны емес, қонағы секілді өмір сүр. Көңіліңді түсірме, себебі рухы сынған адам ажалынан бұрын кетеді. Жақсы жаман күндеріңнің бәрін бағала, себебі олар енді қайта келмейді. Кек алып қайтесіз, кешіріңіз, ұмытыңыз. Өмір өзі-ақ бәрін өз орнына қояды. Неке талға ұқсайды. Оның шыдамдылығы жарқыраған күндерде емес, боранды түндерде байқалады. Өткенге өкінбеңіз, ол бәрібір қайтып келмейді. Жан дүниенің сұлулығымен ешқандай сұлулық теңесе алмайды. Үнсіздік барлық жамандықтың алдын алып, даналыққа жетелейді. Ақымақтармен алыспа. Аспандағы жұлдызды қараңғы түн көрсетер. Нағыз досты қиын қыстау күн көрсетер. Құлағыңыз, тіліңіз, көзіңіз бүтін болуы үшін керең соқыр, мылқау болуыңыз керек. Батырлық өміріңді қысқартпайды. Қорқақтық өміріңді ұзартпайды. Сараңдық ырзығыңды көбейтпейді. Жол іздемегендерге жол көрсетілуі екі талай. Қимылдаңыз, тағдыр есіктері ашылады. Бір тасқа екінші рет шалынба. Бірінші рет шалынған соң, оны жолыңнан алып таста. Шешілмейтін мәселе болмайды. Шешім әрқашан табылады. Бастысы оны барлық жан тәніңмен қаласаң болғаны. Шешімі табылатын нәрсені уайымдаудың қажеті жоқ. Аллаға деген сеніміңіз бен сүйіспеншілігіңіз бар жерде өміріңіз жақсы жаққа өзгереді. Айналаның бәрі сұлулыққа толы, тек оны адамдардың бәрі байқамайды. Ашулы кезде жауап беруден, қуанышты сәтте уәде беруден сақ бол. Кешірімді болыңыз. Мықтылар үнемі кешіре біледі. Әлсіздер ешқашан кешірмейді. Өзің жайлы төмен ойда болу сыпайылық емес. Қайта өзіңді өзің құрту.
Өзіңіз жайлы ешқашан ешкімге жаман сөз айтпаңыз. Еркіндік дегеніміз сізден ешкім тартып ала алмайтын нәрсе. Мені біреу келіп бақытты етеді десеңіз, қатты қателесесіз. Әр адам бақытқа өзі талпынуы керек. Қуаныш математика секілді, оны бөліскен сайын көбейе түседі. Бізге дұрыс шешім қабылдау тәжірибемен келеді. Тәжірибе қателіктен алынады. Өмірде қателесуден қорықпаңыз. Бастысы әрбір қатеден сабақ алыңыз. Біреуге кектену мен ренжу у ішкенмен тең. Бізде екі жол бар. Бірі жай ғана өмір сүру, екіншісі өз өмірімізбен тағдырымыздың иесі болу. Кешірім сұрау өз қатесін мойындады деген сөз емес. Ол үшін өркөкіректіктен гөрі ара қатынас маңызды деген сөз. Дұшпаныңнан жасырған сырды досыңа да айтпа. Өйткені өмірде мәңгілік ештеңе жоқ. Достық та дәл солай. Ақымақ әйел күйеуін көзден таса қылмайды. Ақылды әйел күйеуін жетектеумен болар. Ал дана әйел күйеуін еркіндікке жіберер. Қиындыққа тап болған адамға ақыл айтқаннан гөрі, оны қолдайтын қол ұшы, жан сырын тыңдауға құлақ, қайғысын түсінетін жүрек керек. Біреуге жала жауып тас лақтырамын деп әуреленбеңіз. Бәрібір оған лақтырған тасыңыздың кірі өз қолыңызда қалып қояды. Әдемі сөйлегенге сенбе. Оның сөздерінде үнемі жалған бар. Үнсіз ғана айналасындағыларға жақсылық жасағанға сенім білдір. Біреуге ренжіп қалсаңыз, тек осы шақты айтыңыз. Өткенді қозғауға болмайды. Бүкіл әлемнің саған қарсы екенін білсең де, ұшақтың желге қарсы ұшатынын ұмытпа. Жұртты басындырмаймын десеңіз, басыңызды тік ұстап жүріңіз. Адам ақша табу үшін денсаулығын құртады. Ауруынан қайта сауығу үшін ақшасын жұмсайды. Бүгінгі күннің рахатын сезінбей, болашағын аңсайды. Ақыр соңында бүгін мен де, ертең мен де өмір сүрмеген болып шығады. Ешқашан өлмейтіндей күн кешеді. Сөйтіп жүріп өмірдің ләззатын алмай, мына өмірмен қош айтысады. Басқалардың ойына кіріп шықпағанды сен бүгін жаса. Құрметті оқырман, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де арнамызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.